Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде алгоритм сабағының 8-ші сабағы, тақырыбымыз алгоритмді блок схема түрінде сипаттау. Алдыңғы сабақта блок схемамен қысқа ғана танысып өттік. Бүгін сол білімдерімізді тереңдететін боламыз. Жалпы блок схема не үшін қажет деген сұрақ туындауы мүмкін. Блок схема, оқушылар, ол алгоритмді көрнекті бір мәнде түрде баяндау дейді. Яғни алгоритмнің біз өткен сабақта айтқандай суретін сала аламыз, схемасын. Ол түсінікті күшейтеді, яғни кодымыз түсініксіз болса, бізге схема міндетті түрде түсінікті болады. Күрделі ойды шағын блоктарға бөліп тастайды. Бірінші блок, екінші блок деген сияқты. Тексеруді жеңілдетеді. Яғни қателерді ерте көруге мүмкіндік береді. Ол артықшылық ретінде саналады. Одан кейін командада талқылауға ыңғайлы, яғни қараңыздаршы, мысалы 3-4 команда, мысалы айтады ғой, разработчиктардың командасы болып жиналдыңыздар. Сіздерге бір алгоритм жазу керек, сол кезде сіздер бірден код жазудың орнына блок схема ретінде бүйтіп сызып алсаңыздар болады. Ол өте болашақта сіздерге көмек ретінде болады. Ол және төртінші кодқа дейінгі дайындық, яғни кодты бастамастан бұрын блок схема құрып аламыз, алгоритміміз түсінікті болу үшін. Сол блок схема дайын болған кезде оны C++ тілінде жазу өте қарапайым болады. Олай болса мысалдармен қарастырайық. Негізгі нотация, блоктар мен байланыстар. Блок схемада алгоритм блоктардан және бағытталған байланыс сызықтардан тұрады. Түсінікті, яғни блок схемамыз бізде блоктар болады және де бағытталған байланыстар, яғни орысша айтқанда связь дейді ғой, connection деуге де болады. Яғни коннекшндармен және блоктардан тұрады. Әр блок бір әрекетті немесе бір шешім нүктесін білдіреді. Яғни әр блогымыз бізде әртүрлі мағына береді екен. Байланыс сызықтары жоғарыдан төмен қарай немесе солдан оңға қарай бағытталу ұсынылады. Ол шарт емес, ол сіздерге ыңғайлы болу үшін ұсынылады. Бағыт әрқашан көрсетіледі. Олай болса, мысалды қарастырайық. Ал әр блок схемада бізде басы болады, ең алдымен начало алгоритмі дейді, яғни алгоритмнің басы болады. Оны біз мынандай фигурамен жазамыз. Басы. Одан кейін экранға X-ті жазамыз. Енді кіріс және шығыстарды біз блок схемада оқушылар мына белгімен белгілейміз. Түсінікті, параллелограмм белгісімен белгілейміз. Яғни input, output-тарды параллелограммен белгілейміз. Одан кейін бізде тік төртбұрыштар. Тік төртбұрыш не ол? Ол белгілі бір әрекетті білдіреді. Яғни бірінші біз y тең x көбейту x-ті орындаймыз, одан кейін z тең 3 көбейту x-ті орындаймыз, y тең y қосылған z-ті орындаймыз және y тең y қосылған 5-ті орындаймыз. Бұл жай ғана мысал. Оның барлығы әрекеттер болып жатыр ғой. Соқта әрекеттер бізде тік төртбұрышпен белгіленеді екен. Және ең соңында біз экранға y-ті шығарамыз, нешеге тең болатын, және жаңа айтып өттім, input пен output-тар бізде қандай белгімен белгіленеді екен, ол бізде параллелограмм белгімен белгіленеді екен, және алгоритміміз аяқталу ол басталу сияқты белгіленеді екен. Белгілерді міндетті түрде жаттап алыңыздар оқушылар. Қазір мен сіздерге анықтамасын беремін, соны жазып алыңыздар. Және екінші мысалда берілген дәл жаңағы сияқты. Соңында y-ті экранға шығарады. Олай болса стандартты блоктар. Олай болса оқушылар, алдымен видеоны тоқтата тұрыңыздар да мына 7 стандартты блоктарды жазып алыңыздар. Міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Одан кейін әрқайсымен жеке-жеке танысамыз. Кеттік. Алдымен терминатор. Ол бізде алгоритмнің басы және соңын білдіреді. Жаңа айттық, басы, соңы бізде мына белгімен белгіленеді. Шеңберіміз мына эллипстар. Алгоритм басталу, аяқталуын білдіреді. Сосын келесі әрекет, яғни ағылшынша ол процесс дегенді белгілейді. Ол есептеу, меншіктеу, формула жазу немесе көмекші шақыру. Ол жаңағы айтып өткендей тек төртбұрышпен белгіленеді. Түсінікті, яғни терминатор ол шеңбер сияқты, ал процесс, яғни әрекетіміз тек төртбұрыш. Келесі input, output, енгізу, шығару, ол деректерді оқу және нәтиже шығару еді. Input, output'ымыз қандай белгі еді? Дұрыс айтасыздар, ол әрине параллелограмм белгісі еді. Одан кейін decision, яғни шарт деген ұғым бар. Оған я немесе жоқ деген көп нұсқалы шешім болады. Ал оны қазір қарастыратын боламыз, шарт қалай белгіленетінін. Одан кейін connector, яғни қосқыш, жаңағы айтып кеткендей. Бір бет ішінде беттер арасында байланыстыру.
Қазір оны да қарастырамыз. Және predefined процесс және subprocess. Ішкі процедура бұл бөлек сипатталған модуль болады, және annotation түсіндірме, қосымша ескертпе, формула бірлік ретінде болады. Ал олай болса мысалдарды көрейік. Жеке-жеке тоқталып өтейік. Басы және соңы. Біз жаңа айттық, алгоритм басы және соңын біз қалай белгілейміз? Біз мына белгімен белгілейміз. Оны басқаша былай да сыза беруге болады, қараңыздар. Бірақ оны тік төртбұрыш ретінде сызып қоймаңыздар, тік төртбұрышқа ұқсатып сызуға да болады. Бірақ сіздерге кеңес айтайын, әр алгоритм басы соңын мына эллипс фигурасымен сызып отырыңыздар, жақсы ма? Сол кезде шатаспаймыз. Жақсы. Сонда біздің алгоритміміз, блок схемамыз бастау блогынан басталады, бастау және ең соңында аяқтау блогынан. Түсінікті ғой? Яғни кез келген алгоритмнің басы және соңы болады. Көптеген тармақтар болса да, бір ортақ аяқтау нүктесінде жинақтаған жөн. Яғни ең соңында бәрібір соңына қайтып келеді екен. Бағыт көрсету үшін былайша стрелка, яғни бағыттарды міндетті түрде жазып отыруымыз керек. Әсіресе шарттан шығатын екі тармақтың бағытын анық қылыңыз дейді. Яғни бұның барлығы кеңестер оқушылар. Қараңыздаршы, былай алгоритміміз орындалса, біріншісінен кейін екіншісінің арасына сызық қоямыз, біріншісінен кейін екінші орындалып, және бағыт, яғни стрелкасын былай сызып қоюымыз керек. Яғни мынау бірінші орындалады, мынау екінші орындалады деген ғой. Келесі әрекет, яғни процесс блогы. Ол әрекет блогында бір нақты қадам жазылады. Яғни кез келген формула болсын, есептеу болсын, бәрібір ішіне не жазсақ та. Яғни ол бізде жаңа айттық, тік төртбұрыш. Ішіне мысалы S тең ауданын табатын болса, A көбейту B десек болады. Немесе екеуін қосындысын шығаруға болады деген сияқты. Әртүрлі формула жазылады. A плюс B деуге де болады, X тең X плюс 1 деуге де болады, кез келген формула. Бір блокқа бір ғана әрекет қағидасы тиесілі болады. Ол кодқа аударғанда айқындық береді. Күрделі формулада қажет болса, түсіндірме аннотация қосуға болады. Яғни кейін аннотацияда қоса берсек болады. Келесі енгізу шығару, яғни input-output. Біз жаңа айттық, ол параллелограмм белгісімен белгіленеді, яғни кіріс инпутымыз параллелограмм. Және шығысымыз да параллелограмм болады екен. Input, output. Екеуі де параллелограмм белгісімен белгіленеді. Output. Мысалы, inputқа A ретінде жазсақ болады. Outputқа мысалы A-ның квадраты десек болады. Ол шығыста формат бірлік көрсетіледі. Келесі. Шарт, яғни шарт ұғымымен біз әлі таныспадық. Шарт оқушыларым мына белгімен белгіленеді. Ол ромб дейді ғой. Ромб түрінде белгіленеді. Яғни ішінде бір шартты жазуымыз керек. Мысалы, өткендегі сабақты сияқты. Мысалы, A-мыз 0-ден үлкен бе дейді? A-мыз 0-ден үлкен бе? Иә, егер де үлкен болса, бізде оң деген шешім қабылдайды. Ал егер де жоқ, үлкен емес болса, теріс деген шешім қабылдайды. Яғни сіздерге түсіну керек нәрсе, ол шартымыз бізде андай ромб белгісімен белгіленеді екен. Ол бізде true немесе false қайтарады. Егер иә болса, яғни true болса оң деп шығарады, ал егер де жоқ, яғни false деп шығарса, экранға теріс деп шығарады екенбіз. Switchке де қолдануға болады. Келесі қосқыштар, коннектор. Қараңыздар. Бізде ұзын сұлба болуы мүмкін. Ұзын сұлбада бір бет ішінде алыс тұрған бөліктерді дөңгелек ішкі қосқыш ретінде қолдансақ болады. Сол арқылы байланыстырамыз. Егер сұлба келесі бетке өтсе, бетаралық қосқыш, яғни құлақшы символ қолданылады. Қосқыштар реттеліп, бірегей әріп нөмірмен белгіленеді. Яғни ол дегеніміз не? Ол деген, мысалы біз бір алгоритміміз бар, орындалып келе жатыр, былай орындалып келе жатыр. Сосын бізде бетіміз бітіп қалды. Біз не істейміз? Мына жерге қосқышты белгілейміз шеңбермен, мысалы А қосқышы болсын. Сосын астына енді симайды ғой, сондықтан жанына жаза берсек болады. А деп ары қарай кете береді. А деп кете береді. Яғни А-мыз жай ғана ол қосқыш. Біліп жүріңіздер. Оны қолдану әрине өте аз қолданылады, бірақ та біліп жүріңіздер. Қосқыш бізде шеңбермен белгіленеді екен. Ары қарай түсіндірме. Түсіндірмеде ол жай ғана ат айтып тұр, формулаларды немесе кез келген затты түсіндіру үшін қолданылады.
Ол күрделі формулада өлшем бірлікті, шектеулерді көрсетуге болады. Ол аннотациямен берілген. Аннотация сызықшамен бір немесе бірнеше блокқа байланысады, бірақ процестің өзін алмастырмайды. Келесі, сызықтық алгоритм бір мысалын қарастырайық. Мысал ретінде біз 4 амал, яғни өткен сабақта қарастырған 4 санның қосындысы, айырмасы, көбейтіндісі, бөлінісін шығатын блок схема құрайық. Бастау, алдымен басталады, біз айттық қой, бастауды эллипс сияқты былай сызамыз, жақсы ма? Солай жөн болады. Ары қарай экранна А мен Б-ны оқимыз, яғни параллелограмм оқимыз. Одан кейін тік төртбұрыштың ішінде есептеулер, білеміз, процесс қойылу, яғни есептеулер орындалады. Мысалы, S-тен А қосылған Б, D тең А минус Б, А көбейту Б, А бөлінген Б деген. Және ең соңында экранға шығарамыз. Шығару ол бізде не параллелограмм белгісі, яғни S-ті шығарамыз, D-ны шығарамыз, P-ны шығарамыз, Q-ді шығарамыз. S-іміз қосындысы болды, D айырмасы болды, P көбейтіндісі, Q бөлінісі. Және біздің неміз аяқталды. Алгоритміміз аяқталды. Соған мына берені қоя салатымыз. Болды, келесі. Тармақталу бір сұлбасын қарастырайықшы. Олай болса, біз X-іміз 0-ден үлкен бе, жоқ әлде кіші ме деген сұлбаны саяқ. Алгоритміміз басталады. Экраннан X-ті оқимыз. Сосын шарт қолданамыз, білеміз ғой шарт. Ол бізде ромб. X-іміз 0-ден үлкен бе деген сұрақ. Егерде яғни 0-ден үлкен болса, біз оң деп экранға шығара саламыз. Экранға оң деп шығара саламыз, болды, алгоритміміз аяқталады. Жоқ, егерде 0-ден үлкен емес болса, жоққа кетсе, екінші шарт орындалады. X 0-ден кіші ме деген. Өйткені X 0-ге десем болып қалуы мүмкін. X 0-ден кіші ме деген шарт орындалады. Егерде ол 0-ден кіші болса, экранға бізге теріс деген шығару командасы орындалады. Жоқ, егерде 0-ден кіші болмаса, ол әрине 0-ге тең, 0-ге тең болып қалса, біз экранға 0-ді шығарады екенбіз. Болды, ең соңында алгоритміміз аяқталады екен. Аяқтаумен бастауды местер етме, мұна берумен жазып отырамыз. Бұлай. Келесі, switch сұлбасы. Switch сұлбасы тармақталу сұлбасы болып саналады. Олай болса, тағы да бір мысал қарастырып, алгоритміміз басталды. Экраннан бір чарды оқыдық, яғни бір әріпті, бір символды жекші, бір символды оқыдық. Тексереміз switch, C айнымалымыз мұна әріптерге жата ма, яғни A, E, I, O, U болып табыла ма? Егерде болса, не істейді? Экранға дауысты деп шығарамыз. Сосын алгоритміміз бітеді. Ал егерде жоқ, басқа бірдеңке шықса, чарымыз, мұна әріптеріміз басқа бір таңба болса, онда экранға дауыссыз деп шығарасың. Өйткені ол дауыссыз болады, дауысты болмаса. Болды, алгоритміміз аяқталады. Енді for сұлбасы, яғни циклдардың сұлбасы. Цикл сұлбасын оқыса біз практикада көбірек қарастыратын боламыз. Жақсы ма? Бүгінге біз көп нұсқалы таңдау, тармақталу сұлбасын қарастырдық және сызықтық алгоритмді қарастырдық. Олай болса, тағы да бір мысал. Температура конверті блок схемасын саяқ. Яғни біз Цельсийді оқимыз, оны Фаренгейтке және Кельвинге айналдырамыз. Экранға қарамай алдымен өздеріңіз сызып көріңіздер, сосын бірге тексерейік. Алгоритміміз басталады, бастау. Одан кейін экраннан оқу, параллелограмм белгісі. Одан кейін есептеулер орындалады. Мысалы, бір жерге жаза берсек болады. Фаренгейттен Цельсий көбейтілген 5-тен 9 қосылған 32, Кельвинтен Си қосылған 270. Оны былай да жазсақ болады жоқсылар. Айырма жоқ. Мысалы, алгоритміміз басталады, бастау. Одан кейін оқу, экраннан оқимыз. Цельсий оқимыз. Одан кейін, F-ті есептейік, былай жазсақ болады. F-тен, мысалы не деп, Си көбейтілген 5-тен 9 плюс 32. Одан кейін, 32 деген. Одан кейін, Кельвинді есептейміз. Былай жазсақ болады. K-тен Си қосылған 273 бүтін 115 деп.
яғни екеуін біріктіруге де болады, біріктірмей ақ қоюға да болады. Біріктірмеген дұрыс болады, барлығын кезек-кезек. Ең соңында шығару параллелограммен шығарамыз нәтижені C-ді, F-ті және K-ді. Яғни ең соңында алгоритміміз аяқталады, яғни шеңбер жазып аяқтау деп қоя саламыз. Бұл екеуі бір ғой негізі. Екеуі бір, біз жай ғана Фаренгейт пен K-ді бөліп тастадық былай. Енді тағы да бір мысал, үшбұрыш бар ма деген сұлбаны сызайық. Олай болса, үшбұрыш қандай жағдайда бола алады, соны еске түсірейікші. Мысалы, мына үшбұрыш берілген, ода бізде А, Б, С деген үш қабырға болады. Бізде қандай шарт орындалу керек? Бізде кез келген екі қабырғаның қосындысы, яғни А мен Б-ның қосындысы, үшінші қабырғадан үлкен болу керек. Сол шарт орындалса болды. Яғни А мен Б-ның қосындысы С-дан үлкен болу керек. Кез келген екі қабырғасы, яғни А мен С-ның қосындысы Б-дан үлкен болу керек, және Б мен С-ның қосындысы А-дан үлкен болады. Сол кезде бізде үш бұрышымыз болады. Ал олай болса, сызбасын сызайық. Бастау алгоритміміз басталады. Экранын оқимыз, А, Б, С үшеуін. Сосын шартқа тексереміз. А мен Б-ның қосындысы С-дан үлкен бе? Және А мен С-ның қосындысы Б-дан үлкен бе? Және Б мен С-ның қосындысы А-дан үлкен бе? Шарты тексеріледі. Егер де я деп барлығы орындалса, біз экранға yes, яғни үш бұрыш бола алады деп шығарамыз. Ал егер де біреуі орындалмай қалса, экранға no, яғни үш бұрыш бола алмайды деп шығарамыз. Бітті, алгоритміміз сонымен аяқталады. Қиын емес, Ал олай болса, құрметті оқушылар, бізде блок схема сіздерге барлығын көрсеттім, барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше мынаны міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып алдыңыз ғой. Міне мына жетеуін. Осы жетеуін міндетті түрде жаттап жүріңіздер. Жақсы ма? Практикалық сабақта осы көптеген алгоритмдерді сіздермен бірге тоже шығаратын боламыз. Ал олай болса, оқушылар, 8-ші сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау бола қойыңыздар.